Полицейлерді мазақ қылып жүр. Assalomu alaykum. Алейкум ассалам. Үйіне келсіз ба? Мен Ұрлық кезінде қайда болыңыздар? Дубайда болғанбыз. Не жоғалды? Жоғалғанда ақша жоғалған. Қанша көлемде? Бір 10 мың доллардай. Күмәнді адамдарыңыз бар ма? Күмәнді адам жоқ. Соңғы уақытта үйге келіп жүрген Жоқ. түсіңіз есіңізге жақсылап. Жоқ. Төбені көріп шайықшы. Айтпақшыдай, аэропортқа барған бір контролер звондаған. Үйде ешкім жоқ деп айтып жіберген. Счетчик жазу келген шығар. Көрейікші төбені. Пауыз ағаз бердің ба? Я бер. Тезде жеп алайық та жұмысқа кірісейік. Айтпақшы ана көше сымақтарымен сөйлестің ба? Барлығымен сөйлесіп қойдым, олар тыныш. Тыныш па, қатысы жоқ деген? Қатысы жоқ. Дұрыстап сөйлесе алмасаң айт, өзім сөйлесейін. Жоқ. Нормально ма? Нормально. Бастықтан мазаны алып қоймай қойшы. Басекеңге звондап алшы. Алло? Кемелбаев, сен қақта жүрсің? Делалар көбейіп кетті ғой, жаппайсың ба? Я, жауып атым. Сарғат, азғат. Жүрсін деймін саған. Тезірек кабинетке кел. Өшіріп қойды. Боп кеттік, ана жұмысқа барайықшы. Отказ бере салып алуға. Ассалаумағалейкум. Уалейкум. Счетчик көргенім. Тез жазып ал давай. Так. 11.69. 11.69. Алып көрмеппіз ә. Я, жақында келдім, бір ай болды. Айтпақшы сұрағым, үйінде жоқ адамдарды қайып жазасыңдар? Енді сол бір барамыз, екі барамыз. Үшіншінде примерно жазып кетесіңдер ма? Нөміріңді бер маған, біз сыртымызға жазып кетпе, үйде болмайсың. Болды. Звонат.
Мүмкін табаншаны тастайтын шығарсың. Дәуір, нормальсың ба? Оның өмір саған маңызды емес па? Жоқ, менің қызметім маңызды. Атай берейін ба? Сен сияқты қорқақтар аталмайды. Жоқ, братан! Жоқ, братан! Хороший братишка, мынаны ауыр. Боевой. Ауэля, бірдеңе болса, баң, түсіндің ба? Алло, Басеке, біз кірісіп жатырмыз. Сіз жоқ хабардамыз. Я бердім Басеке. Әрине, оқсыз берем ғой, жас қойды. Болды, хабар күтіңіздер. Дәурен, пистолет ал. Группаны шақыр. Не болдың енді? Қаншама адам шаңырағын ойран қылып. Түсінбеймін бар ғой сендерді бар ғой. Адамдар ішпей жемей ақшаны жинайды. Баламды үйлендірем, оқытам, қыз ұзатам. Сендер келесіңдер да, оң-оңға үйді ұрлап, үйше тонап, өртеп кетесіңдер. Ол жақта ешкім сен басын сипамайды. Түбінде шірейсің сен. Түсіндің ба? Жас өміріңді қор қылдың. Бұның себебі жоқшылықтан дейтін шығарсың. Бірақ жоқшылықтың шешімі ұрлық емес, жоқшылықтың шешімі еңбек. Ұрлық түбі қорлық.